Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі түс шору шығарылымында түсіңізде Құран көрсеңіз немесе Құран оқып отырғаныңызды көрсеңіз қалай жорылады? Ең алдымен түс жорымас бұрын каналға қолдау ретінде тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Әр апта сайын жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал ендеше біз бастайық. Түсіңізде Құран оқуды көрсеңіз немесе Құранды ұстап тұрсаңыз қалай жорылады? Түсінде Құран туралы армандау сенім мен рухани басшылықтың күшті символы болуы мүмкін. Исламда Құран өте жоғары бағаланады және Алланың сөзі ретінде қарастырылады. Түсінде Құран кәрімді көргендер үшін бұл құрметтік даңқ пен жақсылықтың белгісі болуы мүмкін. Түсіңізде Құран қолыңыздан түсіп жатқанын көрсеңіз, бұл сенімнің кенеттен жоғалуын білдіруі мүмкін. Ислам дәстүрі бойынша кінәлі адамға түсінде Құран оқу Алла тағала олардың күнәларын кешіріп, жүректерін тазартатын белгісі деп есептелген. Түстерді жору Құранды айтылған және оны Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям үнемі жасаған. Түсінде Құранды армандау әртүрлі нәрселерді бейнелей алады. Ислам дәстүрі бойынша Құран туралы түс көру адалдықты, имандылықты және ақылды білдіреді. Сондай-ақ жақсылыққа бұйырып, жамандықтан тыюды, хикмет пен берекені білдіруі мүмкін. Үйленген әйелдер үшін Құран туралы армандау олардың некелерінің беріктігі белгісі болуы мүмкін. Жалғыз басты әйелдің түсінде Құран көруі лайықты күйеу іздеудің белгісі болуы мүмкін. Түсінде Құранды алып жүру рухани күш пен билікке байланысты болуы мүмкін. Түсінде Құранды есту Алланың басшылығын білдіруі мүмкін. Түсінде Құранды жерде көру кішіпейілділік пен мойын ұсынушылықты белгісі болуы мүмкін. Түсінде Құранды немесе оның түсіндірмесін көру рухани түсінікті немесе түсінікті білдіруі мүмкін. Түсінде Құран қариды көру оның иманына адал рухани білім іздейтінін білдіреді. Түсіндегі Құран туралы армандарды бірнеше жолмен түсіндіруге болады. Үйленген әйел үшін түсінде Құранды көру оның Аллаға деген жақындығын және оған деген тақуалығын білдіреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям өзінің болашақ жары Айша анамыз радиаллаху анхуды үйленбес бұрын түсінде 2 рет көргені, бұл олардың арасындағы байланыстың қасиетті іс екендігіне ұқсайды. Сол сияқты түсінде Фатиха сүресін оқып отырған күйеуге шыққан әйелді көру оның ғибадат пен намазды тұрақты түрде орындауға деген құштарлығын білдіруі мүмкін. Бұл оның өзін Алла тағала және оның елшісіне арнаған күшті мүмін екенін көрсетеді. Тұрмысқа шықпаған әйелдер үшін Құран туралы арман мақтауға тұрарлық қасиеттерді білдіруі мүмкін. Түсінде Құранды алып жүру рухани сапардың және иманға жаңадан берілгендерді білдіреді. Сонымен қатар түсінде Құран алып жүру армандаушы үшін сәттілік пен Құдайдың қорғауының белгісі болуы мүмкін. Түсінде Құранды есту көбінесе рухани хабарларды, армандар біздің шикі және дүниемізді және Құдаймен қарым-қатынасымызды түсінудің күшті тәсілі. Түсінде Құран кәрімнен аяттарды оқыған, естіген немесе ұстап тұрған жерді көру ерекше мәнге ие. Құранның қолында түсіп жатқан армандау сенімнің кенеттен жоғалуын білдіреді. Сіздің тым алысқа апаратын нәрсенің күшті метафорасы. Түсінде Құран туралы түс көрудің терең рухани мағынасы бар және үлкен аян болып саналады. Түсінде Құран қарисын көру рухани сананы білім мен түсінікті білдіреді. Егер олар түсінде Құранды толық оқи алатын болса, бұл Құдайдың жарылқауының дәлелді. Сонымен қатар түсінде Құранды есту әдетте жақсы жаңалықтардың немесе алдағы оқиғалардың көрсеткіші ретінде қарастырылады. Осымен бүгінгі түс шору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.